Сонда сіз бұл Алтын Орда тұрыңыз. Алтын Орда басталғалы, сонда конференция басталғалы, сіз сонда демеушілік туралы, жалпы демеушілік керек туралы ақша сұрау естіп көрген жоқсыз ба? Білемін, бірақ менің қосырыма жатпайтын сол алып тастағаннан кейін мен арасында. Нені алып тастады? Сізге есеп беруді ме, әлде демеушілер іздеуді ме? Демеушілер іздеуді де, есеп беруді де менен алып тастаған. Сонда куәгерлердің бұған дейінгі ешқандай да қызмет шаруаға араласқан жоқпын. Өткенде Макеева да сіздердің алдарыңызда айтты. Жалпы мен Макеевамен осы жаңа айтып отырған аралықта ғана сөйлестім. Одан кейін қанша ақша түсті деп мен ол кісіден сұраған емеспін. Бастапқыда әкім тапсырмасынан мен айттым. бірақ демеушілердің керек екендігіңіз. Оның барлығы, бұл әңгіменің барлығы конференция өткенге дейінгі әңгіме. Конференция өткеннен кейін демеушілердің айтылған жоқ. Себебі айтып отырмын ғой, мәдениет басқармасына тапсырылған облыс әкімі бекіткен іс-шара бойынша тиісті осы жұмыс атқаруға тиісті 4 мекеменің іс-шара жоспарына сметасына сәйкес бөлінген 123 миллионды қылдай бөліп бердік. Мен соның орындалысын, мақсатты орындалысын тексердім. Біздің мәдениет мекемелерінің құзырына тапсырылған жұмыстар толықтай атқарылып, ол жұмыстарға қаржы жеткілікті болғандықтан өткенде өздерінің түсініктемелерінде де көрсетті. Жоспарымызға сәйкес қаржы бөлінді, жұмсадық, ешқандай бере жағымыз жоқ. Ешқандай бере жақ болмағандықтан мен одан кейін ешқандай да басқа мәселеге араласқан жоқпын. Рахмет, құрметті сот. Демеушінің мәселесіне менің қатысым жоқ. Содан кейін айтып кетсем болады ма? Жаңа кабинеттен неге шықтыңыз дегенде, біріншісінде бұл кісімен жиналысқа қатысып бара жатырмын деді. Екіншісінде дәретханаға шықтым деді. Дәретхана бұл кісінің қызметтік кабинеттің ішінде бұрышта тұрған болатын. Ол дәретханаға бұл кісілер бармайды. Кешіріңіз, енді мен дәретханаға апарып келіп жүрмеңіз болар нәрсе. Құрметті сот, кешіріңіз, біздер Аджип және ЧШО компанияларына жазған хат конференциядан кейін болды. Сондықтан да бұл хаттардың барлығы да іс материалдары түгеліне қарауымыз керек. Рахмет. Можно продолжить? Да, уважаемый суд? Бахтур Мажанов, скажите, пожалуйста, вы свидетеля Жанбека допрашивали, да? Он в своем показании сказал, что вы ему на его личный телефон 9 декабря написали СМС по WhatsApp. Вот это можете подтвердить? Вы ему писали о том, чтобы он к вам зашел? Да, я писала. Потому что он пояснял суду. Да. Вот это я хотела уточнить. Да. Хорошо, второй вопрос. Уважаемый суд, можно, да, сразу тогда уточнение? Вопрос какой?